Қайырлы күн оқушылар. Мынау наурыз ұбытысында, нағыз ұбытыда сіздерге келуі мүмкін болған сұрақтар. Сол сұрақтармен жұмыс жасап тастайық. Нұсқалар ғой, тест нұсқалар, соларды талдайық. Қазір мына жерде мен байланып алайын. Нұсқалықтармен жұмыс жасау сіздерге енді көбірек пайдасы тиеді, себебі мынау қыркүйек айынан бастап дайындықты бастасаңыздар, мысалға да міне 7-8 ай болып қалды да, 5-6 ай, 7-8 ай болып қалды. Осы уақытқа дейінгі қалыптасқан теориялық білімдерді осы нұсқалармен жұмыс жасауда, яғни практикада көп пайда істейді. Енді көбінесе қай пәнің болсын нұсқалықтармен көбірек жұмыс жасаңыздар. Енді теорияны тастап қой демеймін, бұл жерде екеуін бірге алып жүру керек қой. Теориялық білім енді осы уақыттардан бастап уже мынау нұсқалықтарға көбірек көңіл бөлу керек. Кім осы нұсқалықтармен жұмыс жасайды, бір, екінші сол нұсқалықтармен жұмыс жасаудағы қателіктерге, яғни қатемен жұмыс жасайды. Сол қатемен жұмыс жасаған оқушыларда үлкен жетістіктер болады алда. Мен енді осы 20 жыл осы ұбт бағытында жүрген маман ретінде айтар кеңесімді сіздерге. Сондықтан да нұсқалықтармен жұмыс жасаңыздар. Мынау жұмыс жасамаған адам ғана қателеспейді дейді. Ал енді жұмыс жасап жатқан адамда қателік бар. Ол қателік деген, сол қателіктермен қайта жұмыс жасау арқылы жетістіктерге жетеміз. Яғни қателеспейді кімдер дейді? Ешқандай құрдан-құр былайша дымнан дымсыз жүрген адам еш уақытта қателеспейді. Ал үлкен бір жетістікте, бір жұмыс барысында немесе бір дайындық үстінде жүрген адам постоянно қателік үстінде жүреді. Сол қателіктерді қайталамау арқылы жетістікке жетеді. Осы нәрсені ұмытпайық. Қатемен жұмыс жасау керек. Осы нұсқа талдаған кезде да. Ал енді осы нұсқалықтарды бастайық. Бізде бірінші сұрақ: үйсіндердің шығу тегі туралы дейді, мәлімет жазып қалдырған тарихшы. Мен перон алдым ғой. Бізде Чжан-Сян, бұл бізде саяхатшы болады балдар. Чжан-Сян деген бізде бұл саяхатшы. Қаңлы елінде болған, осы жалпы көшпелі елдердің арасын аралап шыққан саяхатшылардың бірі. Уди деген император жіберген еді бұны, біздің заманымыздан бұрынғы. Бұл да ұбт-ның сұрақтары балдар келеді. Қателеспесем, осы 108 жылда саяхатшы келеді, осы Чжан-Сянда келеді, саяхатшы деп. Бірақ бізде нені сұрап тұр мына жерде? Қараңыздар, тарихшы деп тұр. Тарихшы болса, Ван Гу деген балдар дұрыс келмейді бізде. Ли Шимин дегендер енді бұларды әшейін қоя салған. Негізі әрине бұл жерде дұрыс жауап Сыма Цзян болады. Тарихшы ғой бізде Сыма Цзян. Үйсіндердің шығу тегі туралы жазып кеткен бізде Сыма Цзян. Жалғыз үйсіндер емес, сонымен қатар кімдердің де бұл қаңлылар туралы да мәлімет қалдырып кеткен тарихшының бірі. Ал енді келесі сұраққа көшейік. Енді осы үйсіндер туралы картадан көріп кетейікші. Енді мына қарап отырсыңыздар, мынау Балқаш көлі. Бізде мынау Балқаш көлі. Соны яғни мына жерді біз Жетісу аймағы деп атаймыз. Міне Жетісу. Сонда үйсіндердің көршілерінде қарап кетіңіздер. Үйсіндер шығыс жақта, яғни солтүстік шығыс жағында міне ғұндармен көрші болған. Батыс жағында көріп тұрсыздар, қаңлылармен көрші болған. Енді үйсіндердің оңтүстігінде деген көршілер десе Дауания деген тайпалармен көрші болды. Мына жерде Давани деген тайпалар да. Солармен көрші болған. Мына жерде көрсетілмепті енді олар. Давани деп келеді, кейбір жерде Дауани тайпалар деп келеді. Міне үйсіндер негізі Қазақстанның Жетісу аймағында екен. Сонда мына жерде мекендеген үйсіндерге дейін кімдер сонда? Тигро-хауда сақтары. Ол да келген тесте. Тигро-хауда сақтарының орнын ауыстырған кім? Бізде сонда балдар үйсіндер. Келесі сұрақ. 36-38 жылдарда Бөкей Исатай Махамбет көтерілісін қамтыған жері дейді да. Кіші жүз әрине Бөкей ордасы болады бұл жерде. Бірден дұрыс жауап. Балдар соған тоқталып кетейік. Ал енді бүкіл Қазақстан бұл Кенесары көтерілісі бастаған. Кенесарының көтерілісі бүкіл Қазақстанды қамтуымен бізде ерекшеленеді. Кіші жүз Орал маңы бұл жерде дұрыс болмайды. Орталық Қазақстанда дұрыс келмейді бізде. Кіші жүз Бөкей ордасы. Міне нақты картадан қарасақ балдар, міне Бөкей ордасы Каспий теңізінің солтүстігі, қазіргі Кіші жүз аумағында алып жатыр. Бөкей ордасы негізі 1801 жылы орыстың бірінші Павел деген патшасының бұйрығымен осы
Бөкей ордасы бізде құрылған болатын 1801 жылы Павел патшаның бұйрығымен Еділ мен Жайықтың арасында. Мына жерде көріп тұрсыздар, мына Еділ өзені, мына жерде мынау Жайық өзені. Көрінді? Еділ мен Жайықтың арасында Бөкей ордасы құрылған 1801 жыл 1 Павелдің жарлығы. Яғни Сырым көтерілісінен кейін тағы да сондай көтеріліс болып кетпеу үшін, сондай көтерілістердің алдын алу үшін құрылған негізі. Бірінші билеушісі осы Бөкейдің атымен Бөкей Нұралыұлы. Бірінші осы билеуші болғанда. Келесі сұраққа көшейік бізде. Кіші жүздегі көтеріліс басшыларының бірі Пугачев көтерілісіне қатысқан батыр. Исатай Тайманов келмейді. Махамбет Өтемісұлы келмейді. Бұл екеуі де жаңа айтып кеттік, Бөкей ордасындағы көтерілісті бастағандар. Бөкей ордасындағы көтеріліс басшылары болар. 1836-38 жылдары Бөкей ордасында көтерілісті басқарған. Қайыпқали Есімұлы дегеніміз бұл Исатайға келіп қосылған деп келеді тесте. Исатайдың сарбаздары осы кіммен келіп қосылады? Қайыпқали Есімұлының әскерлерімен бірігіп, екеуі осының әскерлері біріккен. Мынау баяғы кіші жүзде Нұралы тақтан тайдырылған еді, соның баласы ғой Қайыпқали деген. Есім өлтірілген еді, тайдырылған емес, өлтірілген кіші жүздің ханы бар еді ғой, 1797 жылы. Соның мынау баласы Қайыпқали. Сонымен Исатай екеуі бірігіп, Бөкей ордасында көтерілісті қарай жалғастырған. Негізі бұл хиуалықтармен, Хиуа хандықтарына қарсы күрес жүргізген негізі. Енді бұл жерде Исатаймен бірігеді. Сырым Датұлы бұл жерде дұрыс болады. Дұрыс жауабы Сырым Датұлы. Пугачев көтерілісіне қатысқан, кейін өзі көтеріліс жасаған еді. 1783-97 жылдары, яғни 14 жылға созылған көтеріліс. Келесі Бөкей ордасы көтеріліс кезіндегі ірі шайқастар. Арықбұлақ шайқасы дұрыс. Осы Исатай көтерілісінде болды да бұл. Бірақ бізде мынау Бөкей ордасында болмаған мына шайқас, Арықбалық. Бұл Жанғожа көтерілісінің әскерлері мен Фитингов әскерлерінің арасында болған шайқас. Жанғожа көтерілісі бізде 1856-58 жылы болды да. Арықбалық шайқасы бізде Арықбалық шайқасы 1858 жылы болды. 57 жыл деген жерінде, 57 жылы Арықбалық деген жерде. Анау Арал маңында болған шайқастардың бірі ғой. Жанғожа көтерілісіне байланысты. Значит, бұл дұрыс емес бізде. Ақбұлақ шайқасы тағы да мына Бөкей ордасында болды, бірақ Бозашы Бөкей ордасында болған жоқ. Бозашы бізде 1870 жылы Маңғыстау көтерілісі кезінде, Маңғыстауда Рукиннің отрядтары осы жерде тасталған шыққан еді ғой. Рукин отрядының талқандалуы дәл осы шайқаста болған. Талқандалу ол көтерілісшілердің рухын көтерді Маңғыстауға. Яғни адайлар бастаған көтеріліс бар ғой 1870 жылы. Досан Тәжі, Иса Тіленбайұлы бастаған осы Маңғыстауда адайлар. Рукин отряды осы Бозашының түбінде талқандалған еді. Жамансай көлі. Бұл бізде Орал Торғайда көтеріліс болған еді 1868-69. Сол жерде болған шайқас бұл. Мына Жамансай шайқасы да мына жерде. Сондықтан бұл дұрыс болмайды. Тастөбе Бөкей ордасында болған балдар. Ол сондықтан біреу Бөкей ордасында болған, біреу ондай жақта болмағанда, екеуі де дұрыс емес. Сонда дұрыс жауап бізде Ақбұлақ шайқасы. Мына А варианты. Тастөбеде 37 жылы 1837. 15 қараша күні болады бұл шайқас. Бұл шайқастың нәтижесінде Исатай сарбаздары мен Ақмахамбет екеуі екі жаққа бөлініп қалады да, бірақ Исатайдың әскерлері жеңіліске ұшырайды. Ода көтеріліске қатысушылардан тартып алған малдың барлығы сол жаңағы Жәңгір ханның сыбайластарына бөлініп таратылып беріледі осы. Ал енді Ақбұлақ шайқасы 38 жылдың 12 шілдесі күні болды. Қиыл деген өзеннің жағасында. Осы жерде Исатай қаза болды. Осы шайқаста Исатай сол іштен шыққан сатан. Сол жаңағы Айшуақтың адамдарының Айшуақ, ұмытқамайық, Айшуақ деген. Айшуақ емес, кешіріңіздер, кім еді? Баймағамбеттің адамдары. Айшуақ әкесі ғой бұның. Баймағамбет, Айшуақұлы Баймағамбет, Айшуақұлы. Осы Баймағамбеттің адамдарының қолынан Исатай қаза болды.
38 жыл 12 шілдеде. Дұрыс жауап А болады. Бөкей ортасында осы екі шайқас болды бізде. Так, келесі. Екі мәрте кеңес отырып батыр атағын алған ұшқыш Абдулин бізде Мәскеу үшін болған соғыста кеңес одағының батыры деген сөз мынау. Қысқарта салайық. Момышұлда бізде білесіздер Мәскеу үшін КОВ кеңес одағының батыры, батальон басқарған, ұмытқамаңыздар. Соғыста бұл кісінің атқарған қызметін сұрайды. Батальон басқарды. Әрі жазушы болған, білесіздер енді ол жағын. Жазушы деп біледі. Сағадат Нұрмағанбетов бізде бұл кісі де кеңес одағының батыр атағын алған, бірақ бұл кісі Берлинді басып алу операциясына қатысқан. Берлин операциясына қатысты. Содан кейін Қазақстан Республикасының 92 жылы тұңғыш премьер-министрі болды. Премьер-министрі деп қоя салайын. Премьер-министрі десе бізде кім дейміз? Сағадат Нұрмағанбетов дейміз. Бұл жерде бұған дұрыс келмейді. Бауыржан Момышұлы дұрыс болмайды. Абдулин, әрине Тағат Бегелдинов бізде осы кеңес одағының батағын алған ұшқыш, 2 мәрте алған екен, ұшқыштар. Осы жерде енді бұл жерде 4 жауабы бар балдар. Егер де Тағат Бегелдинов болмаса, Сергей Луганскийді белгілейміз. Луганский және де Иван Павлов деген кісі бар тағы. Павлов. Одан кейін Леонид Беда деген кісі бар. Леонид Беда. Осы төртеуде кеңес одағының батыр атағын алған ұшқыштар қазақстандық төртеуде. Ұмытқамайық. Орай келген кезде бәрін бір жерде айтып кеткеніміз есте қалып кетеді. Так, келесі сұрақ. Шәкәрім Құдайбердіұлының ұстазы болған тұлға Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы келмейді бізде, балалар. Абаймен кездескен дейді, сөйтіп келеді. Абаймен кездескен десе Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы дейсіздер. Және бұл кісінің Қанды жексенбі деген өлеңі бар, Қанды жексенбі. 1905 жылғы революция кезінде, революцияға түрткі болған оқиға еді ғой. Анау патша сарайының алдында көтерілісшілерді, патшаның әскерлері қырып тастаған еді ғой, жұмысшыларды, шаруаларды. Сондықтан Қанды жексенбі деп аталады. Соған арнап біздің осы ақын өлең шығарған. Әрине Абай болады бұл жерде дұрыс жауап. Абай. Ыбырай Алтынсарин білесіздер, ол ағартушы педагог. Әлихан Бөкейұлы Алашшыл білесіздер, оның төрағасы да. Білмейтіндер де болады енді арасында. Білмесеңіздер, міне осы жерден бәрін біліп алғандарыңыз дұрыс болады. Ыбырай Алтынсарин педагог, ағартушы, Бөкейханов Алаш партиясының төрағасы. Абай Құнанбаев бұл жерде Шәкәрім Құдайбердіұлының ұстазы болған. Так, әлеуметтік мәселеге байланысты үлкен қақтығыс өткен қала. Дұрыс жауап біз жерде балдар бірден Теміртау дейік. Теміртау қаласында екпінді комсомол жұмыс ретінде белгіленген. Сөйтіп те келеді бір жерде. Екпінді комсомолдар деген дәреже алған осы. Екпінді комсомолдар қозғалысы, осы жұмысшылар, осы жұмыста істейтін жас мамандар осы аталған қозғалысты құрған жас екпінді комсомол. Жылда білесіздер. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаевтың алғашқы жұмысы осы жерден басталған еді. Еңбек жолы осы жерден басталған еді. Ұмытпайық, Теміртауда жаңағы металлург болып бастады осы жерде. Жаңа өзен, бұл жерде де көтеріліс болды да балдар, бірақ бұл жерде 1989 жыл болды. Целиноградта 1979 жыл болды. 16 маусым күні жаңағы неміс автономиясының құрылуға қарсы шыққан жаңағы қозғалыс Целиноград қаласында өтті. Целиноград қаласының тұрғындары бар, сол жердегі студенттер бар, жұмысшылар бар, барлығы осы неміс автономиясын құрмақшы болған осы Целиноградта. Бірақ соны құруға қарсылық, наразылық білдірген. Сондықтан неміс автономиясы құрылмай қалған, бірақ құрылуды осы Целиноградтан құрмақшы болған. Орталығы Ерейментау қаласы болмақшы. Ерейментау қаласын орталық етпекші болған еді. Алматы ол вообще мүлдем дұрыс келмейді бұл жерде. Мынау үшеуі де дұрыс болмайды. Дұрыс жауабы бізде Теміртау. Әлеуметтік мәселеге байланысты, яғни әлеуметтік деп жатқанымыз бұл жерде жұмысшылардың жалақысы, солардың жаңағы жұмыс уақыты мәселелері, жұмыс күні, мысалы 5 күндік жұмыс күні деген секілді, 8 сағаттық жұмыс уақыты деген мәселелер, жалақыны көтер деген сияқты мәселелер қозғайды бұл жерде. Әлеуметтік десе, саяси десе уже ол мемлекеттік жалпы мәселелерге қатысты болады, жаңағы азаттық, тәуелсіздік деген сияқты да. Ондай болса мен жерде саяси мәселе болып кетеді бұл кезде. Енді әлеуметтік мәселеге байланысты болып тұр да бұл жерде. Келесі.
Кенесары туралы шындықты жазған жазушы болса, бізде балалар Ильяс Есенберлин дұрыс жауап, А варианты болады. Қадыр Мырзалиев келмейді, Мұхтар Шахановтар да келмейді, Сәбит Мұқанов та келмейді. Сәбит Мұқанов негізі 1916 жылғы көтеріліс туралы жазған, Ботагөз деген. Сөйтіп келеді, Ботагөз романын жазған деп келеді Сәбит Мұқановта. Содан кейін Ботагөз, Сырдария деген тағы да осындай шығармасы бар. Сырдария, Ботагөз, бұл Сәбит Мұқановтікі. Мұхтар Шахановтың компьютер басты адам деген өлең жолы, жаңағы еңбек шығармасы бар, компьютер басты адам деген. Так, келесі Жошы әулетінің тарихы жазылған шығарма. Так, Оғызнама өзі айтып тұр, оғыздар туралы жазылады бұл жерде. Нама деген сөз осылар туралы деген сияқты мағынаны білдіреді ғой жалпы. Оғыздар туралы деген сияқты да, Шыңғысхан туралы деген сияқты. Так, тарихи Рашиди. Бұл дұрыс келмейді. Қазақ хандықтары туралы жазылған, Моңғолдың құпия шежіресі. Моңғолдар туралы жазылды, бірақ Жошы әулетінің тарихы көбірек қозғалған бізде. Дұрыс жауабы Шыңғыснамада. Дұрыс жауабы осы болады. Шыңғыснама болады. Бәйге төбеден табылған шілікті алтын адамы жататын ғасыр біздің заманымыздан бұрынғы. Дұрыс жауап 8-ші ғасыр болады. Алтын адам табылды бұл жерден, қателеспесем 2003 жылы, Әбдеш Төлеубаев деген кісі осы жерден, Төлеубаев алтын адамды тапқан еді 8-ші ғасырда. Бұл Есік обасындағы бірінші алтын адам емес, бұл кейінгі екінші, қателеспесем, екінші алтын адам болу керек бұл. Әбдеш Төлеубаев Шіліктіден 2003 жылы екінші не үшінші алтын адам тапты осы жерден. 8-ші ғасырға жататын Бәйгетөбеден Шіліктінің Бәйгетөбеден 8-ші ғасырға жататын. Келесі сонымен қатар осы Шіліктіден БЗБ Шілікті дұрыс болды. 500-ге жуық түймешік табылды деп келеді тағы. Түймешік табылды дейді, сосын самұрық, алтын самұрық құс табылған заттарда 500 түймешік сондай жаңағы түймелер секілді де сондай солар табылған. Келесі моңғолдарға қарсылық білдіргені үшін толық жойылған оңтүстік Қазақстанның 3 қаласы. Так, Тараз, Суяб, Отырар. Дұрыс емес. Самарқан, Ферғана. Оңтүстік Қазақстан емес бұл жағы. Суяб, Тараз келмейді. Міне дұрыс жауап. Отырар, міне көріп тұрсыздар. Мына картадан көріп жүрейікші. Міне Отырар міне тұр. Отырар, Сығанақ қаласы. Бізде міне тұр Сығанақ қаласы. Ашнас осы жерлерде орналасқан міне. Отырар, Сығанақ, Ашнас. Так, Отырар бізде бәрін уақыттарын жазып кетейік. Отырар қаласы Алтай қорғанды. Сығанақ қаласы бізде Шыңғысханның Жошы ханның әскерінен 7 күн қорғанды. Ашнас қаласы бізде 15 күн қорғанды. Содан кейін Шыңғысханның Жошы бастаған әскерлері ғой, Жошының әскерлері осы жерді қалаларды басып алған дейді. Халқын көріп тұрсыздар, түгелдей жойылған дейді, халқы түгелдей қырылыпты дейді. Келесі Батыс Қараханның астанасы. Суяб, Сығанақ келмейді, Қашқар, Баласағұн дұрыс болады осы жауабы. Ойбай, бұл шығыс, ойбай кешіріңіздер, бұл дұрыс болмайды. Бұл Қашқар, Баласағұн да астана, бірақ бұл шығыс бөлігінің астанасы. Қараханның шығыс бөлігінің астанасы. Қарахан мемлекетінің астанасы, бірақ қай жақтікі бұл? Неге жазып қойық? Шығыс. Шығыс Қараханның астанасы Қашқар, Баласағұн. Міне, Баласағұн міне тұр бізде. Қашқар қаласы міне не жерде тұр міне. Қашқар, Баласағұн қаласы. Ал енді Үзгент, Самарқанд бұл жерде дұрыс болады. Үзгент негізі Бұхара десе де болады. Кейбір жерде Бұхара, Самарқанд деп келеді, ол да дұрыс болады. Сонда дұрыс жауабы бізде С варианты. С вариант дұрыс болады. Қашқар, Баласағұн ол шығыс Қараханның. Батыс Қарахандікі міне көріп тұрса, шекара міне жерден бөлінген, міне. Мына жақ шығыс Қарахан, батыс Қарахан болған бізде. Жетісу аймағы бізде шығыс Қарахан шекарасы, Жетісу мен шығыс Түркістан жері. Ал енді Мауреннахр бұл бізде батыс Қараханның шекарасы. Қызорда, мынау Баласағұнның бір екінші аты бұл негізді. Біреу шығыстың астанасы, біреу батыстың астанасы болып қалған жерде. Бұл да дұрыс болмайды. Келесі
Семей полигон зардап шеккен аймақ. Так, сонымен бізде Семей, Павлодар, Қостанай дейді. Дұрыс болмайды бұл. Семей, Павлодар, Қарағанды осы дұрыс болады бізде. Ақтөбе дұрыс келмейді. Семей, Қарағанды дұрыс келмейді. Осы аталған жер Семей, яғни Семей полигоны болды. Соның ықпалы, осының зардаптар осы жаққа дейін таралды ғой енді. Осы жалпы Семей полигоны таралу аймағы ғой енді. Экологиялық зоналарда осы жерге дейін таралған еді. Семей полигон білесіздер 1949-дан 89-ға дейін сынақ жүргізілді да 1991 жылы бұл жабылды. Полный полигон. Лиссабон хаттамасы бойынша Семей полигоны жойылды бізде, 91 жылы. Так, тағы не айтып кетсек болады бұл жерде. Осы мәселелер ғой. Жалпы негізі 468 рет па сынақ өткізілген. Оның 343-і Семейде. Жер астында өтсе, 113-і ауада өтті, ауада өтті. Міржақып Дулатұлының романы дейді. Оян қазақ. Міржақып Дулатовтың бірақ соған жатады, бірақ 1909 жылы шыққан бұл өлеңдер жинағы ғой бұл. Бақытсыз жамал дұрыс болады бұл жерде роман, Азаматта өлеңдер жинағы 1915 жылы шықты. Азамат, 13 жылы шықты бұл Азамат өлеңдер жинағы. Терме 1915 жылы шықты. Екеуі де барлығы осы Міржақып Дулатовтың шығармалары, бірақ бұл жерде Бақытсыз жамал романы 1913 жылы осы жерден шыққан еді, Келесі сұрақ. Амангелді Имановтың серігі мерген торғайдағы көтерілістің, Әбдіғаппар Жанбосынов бізде бұл хан болды, мерген емес. Әбдіғаппар Жанбосынов бізде. Бекболат Әшекеев бұл көтерілістің басшысы, бірақ Жетісудағы көтеріліс басшысы. Дарға асқан деп келеді, тағы кейін көтерілісшілер дарға асты дейді, жазалағанды енді. Патша үкіметінің әскерлері кеп бұны жазалайды, Жетісуда дарға асып жібереді. Кейкі батыр бұл жерде дұрыс болады балдар. Осы болады. Басықара бұл Кенесарының батыры. Ақмола бекінісіне шабуыл жасағанда басып кірген осы Басықара батыр еді. Бұл дұрыс келмейді бұл жерде. Так, 20-шы сұрақ. Көтеріліс болған аймақ 83-97. Әрине бұл Сырым Датұлы бастаған көтеріліс. Дұрыс жауап осы болады бізде. Жетісуда дұрыс келмейді. Бөкей Ордасы жаңа айтып кеттік. Бұл 1836-38-де болды бұл жерде. Орта жүз деген мүлдем дұрыс келмейді. Социалистік еңбек ері атағына ие болған жоғарғы заң шығарушы органы Қазақстан жоғарғы кеңесіне депутат болып сайланған Шығанақ Берсиев балалар. Бұл кісіде күріш өндіруден, күріш емес, кешіріңіздер, тары өндіруден рекордтық өнім алған. Рекордтық өнім алғанда, тары өндіруден десе, тары. Ұмытқамайық, Шығанақ Берсиев, сонда Ұлы Отан соғыс кездерінде тары өндіруден рекордтық өнім алады. Ыбырай Жақаев бізде бұл Ыбырай Жақаев күріш күріш өндіруден рекордтық өнім алған. Күріш өндіруден десе, тары Шығанақ Берсиев, күріш Ыбырай Жақаев. Жазылбек Қуанышбаев бізде бұл кісі қойшы болған кісі. Мынау көптеген қойлар егіз тауып, қойлардан өнім алудан бұл да рекордтық өнім алған. Çünkü бұл кісі де осы атақтыға ие болды, социалистік еңбек ері деген атағына. Бірақ бізде не деп тұр? Депутат болған деп тұр, депутат болып сайланған заң шығарушы органы. Жоғарғы заң шығарушы органында десе, бізде Довжик деген дұрыс болады. Довжик дұрыс жауабы осы болады. Довжик. Так, келесі. Абай Құнанбайұлы дүниеге келген жері дейді. Дүниеге келген бізде А варианты өзі дұрыс белгіленіп тұр екен балалар. Семей, Қарқара болысы бізде дұрыс болмайды. Семейде болғанмен Өскемен, Аягөз ауылды келмейді, Ақмола Қоянды да келмейді. Дұрыс жауап Абайдың Семей Шыңғыстау болуы. Тас жартас бетіне немесе ойып салған сурет атауы балдар дұрыс жауабы петроглиф. Иероглифтер білесіздер, бұл таңбалы жазулар. Келмейді. Ксилография бұл ағашқа ойып салу.
ағашқа ойып, ағашқа ойып салатын нәрсе. Нумизматика бұл көбінесе теңге, содан кейін герб, содан кейін жаңағыдегідей ту, содан кейін печать, печаттар, содан кейін андай не дейміз, печать болғанда таңба дейміз ғой, андай ежелгі ертедек болған сондай жаңағы әр мемлекеттің өзінің шетіне бүйтіп таңба басып беретін болған таңба дейміз, печать кейбіреуге. Соларды герб, ту, печаттарды зерттейтін ғылымды біз не дейміз, нумизматика дейміз. Бұл жерде ол дұрыс келмейді. Мынау петроглиф дұрыс болады бізде.